Астана Қазақстан Республикасының елордасы. Қала 1998 жылы 10 маусымда Астана мәртебесін алды. Бұған дейін Астана Алматы болған. Халық саны бойынша Қазақстанда Алматы мен Шымкенттен кейінгі 3-ші қала. Құрылысы дыбыстан жоғары қарқынмен жүргізіліп жатқан Қазақстанның заманауи астанасы. Жоғары деңгейдегі қонақ үйлер, айнала көк тіреген ғимараттар, кең даңғылдар мен әдемі жағалаулар. Міне қазіргі Астана туристердің алдында дәл осындай көрініс табады. Астанада 20-ға жуық саябақ, 13 мұражай, 5 театр мен қала қонақтарын қызықтыратын және өз сұлулығымен жергілікті тұрғындарды қуантатын басқа да көптеген көрікті жерлер бар. Атап айтар болсам, Бәйтерек. Астана Бәйтерек монументі әлемде теңдесі жоқ бірегей ғимарат. Бәйтерек мұнарасының биіктігі 150 метр. Қазақстанның жас және дамып келе жатқан астанасын бейнелейді. Мұнара үлкен шармен жабылған, оның түсі жарықтандыруға байланысты өзгереді. Мұнараның тамыры іспеттес, жер астынан 4 метр созылатын төменгі қабаттар, аквариумдар, кафелер мен галереялар бар. Бейбітшілік және келісім сарайы. Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайы биіктігі 62 метр және негізі бірдей ені бар дұрыс пирамида нысанында салынған. Ол әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының халықаралық конгресін өткізу үшін арнайы салынған. Ақорда Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясы. Қазақстанның елордасы Астана қаласында, Есіл өзенінің сол жағалауында, сулы жасыл желектің басында, Бәйтерек монументінен 300 метр қашықтықта орналасқан. Президенттік резиденция заманауи технологияларды қолдану арқылы 3 жыл бойы салынды. Экскурсиялар үнемі өткізіліп тұрады. Соның барысында сіз 1800 шаршы метрлік орталық залды, баспасөз конференциялар залын, салтанат залын, қысқы бақ және басқа да бөлмелерді көре аласыз. Қазақстан картасы Атамекен этно-мемориалдық кешені белгілі сәулетшілер мен дизайнерлердің жобасы бойынша құрылған. Кешен картасында 14 облыс және республикалық маңызы бар 2 қала, Астана мен Алматы орналасқан. Сондай-ақ мұнда Қазақстанның табиғи климаттық аймақтары мен ландшафтыларының, сондай-ақ сәулет пен қала құрылысының, оның ішінде тарих және мәдени ескерткіштердің сан алуандығы ұсынылған. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенттің мұражайы. Мұражайда егемен Қазақстанның тарихына қатысты және еліміздің тұңғыш президентінің өмірі, мемлекеттік және қоғамдық қызметі кезеңдерін ашып көрсететін мұрағатты құжаттар, ғылыми еңбектер, кітаптар, сыйлықтар, марапаттар коллекциялары және басқа да материалдар сақталған. Астана опера және балет театры Астананың ең жас көрікті жерлерінің бірі. Театрдың сәнді дизайны келушілерді оның бай репертуары сияқты әсерсіз қалдырмайды. Астананың жаңа символы Хан Шатыр сауда ойын-сауық кешені болды. Оның ғимараты алып шатырға ұқсайды. Хан Шатыр аумағында ауданы 127 мың шаршы метр дүкендер, кафелер, мейрамханалар, кинотеатрлар, тіпті жасанды жағажайы бар, аквапарк пен толқындар бар, бассейндер бар. Бірақ Хан Шатырдың басты ерекшелігі ол Мальдив аралдарындағыдай тропикалық климаты мен қарлы ақ құмы бар жағажай курорты. Думан ойын-сауық орталығы көптеген қызықты нысандарды біріктіреді. Бұл қазіргі заманауи 5D киноаттракционы, әйгілі тарихи ескерткіштердің дәл көшірмелері мен макеттері бар күмбезді кеңістік. Көптеген дүкендер және теңізден 3000 километрден астам қашықтықта орналасқан ТНД-дағы жалғыз океанариум. Осындай қашықтыққа қарамастан аквариумға теңіз фаунасының 2000-ға жуық өкілі жиналды. Міне, бұл еліміздің бас қаласы, көркіне көз тоймас Астанамыздың көрікті орындары. Сіздерге Астанаға арнайы барып, осынау көрікті жерлерін өз көздеріңізбен көріп, саяхаттауға кеңес береміз.